Бүгінгі тақырыбымыз 18-19 ғасырлардағы қазақ хандығының сыртқы саясаты деген тақырып. Бұл кезеңде біз осы қазақ хандығының ең бір ұсақталып кезеңіне арнап отырмыз. Бұл кезеңнің мәнісі неде? Бұл кезең қазақ хандығының жойылуы, отарлануы кезеңімен тұспа-тұс келеді. Енді тарих ғылымы үнемі дамып отыратын, толығып жаңаланып отыратын ғылым. Сондықтан да жаңа деректердің табылуы, жаңа методологиялық көзқарастардың айналымға енуі біздің тарихтың мазмұнын, тарихи оқиғаларға деген көзқарастарымызды үнемі жаңалап отырады. Осыған байланысты айтайын деп отырғанымыз, кешегі жолы қазақ хандығының құрылуы, дамуы, қалыптасуы деген үлкен тақырыпты өткізген едік. Ал осы жолы сол қазақ хандығының 17-19 ғасырлардағы сыртқы саясаты деген мәселе. Осы қазақ хандығы сыртқы саясатында қандай бағыт-бағдар ұстанды? Мәселе осында. Қазақ хандығы қалыптасқан кездің өзінде шығыста Ресей империясы күшейіп келе жатты, батыста шығыста Қытай империясы күшейіп келе жатты. Осындай кезде орталық Азияда жеке-жеке хандықтар көп құрылды. Ол хандықтар үлкейді, кішірейді, біреуі жойылды, екіншісіне қосылып кетті. Осындай этно-саяси процестердің барысында қазақ хандығы біз айтып отырған 15-16 ғасырларда күшейіп, ең шырқау шегіне жетті. Дегенмен осы кезде Қазақстанның сыртқы саясаты өте қатты назар аударуды талап етеді. Сендер өздерің білесіңдер, Ресей тарихында бірінші Петр деген император болған. Ресейдің алғашқы императоры осы бірінші Петр. Осы бірінші Петрдің заманынан бастап Ресейдің шығысқа қарсы көзқарасы мүлдем өзгерді. Осман империясы Қырым хандығын өздеріне қосып алды, Ноғай ордасы жойылды. Енді Осман империясымен тікелей байланысқа шығып, Қара теңізді иемдену үшін Ресей империясы үлкен саясатқа жүргізді. Ал сонымен бірге орталық Азия, қазақ жеріне көз тіккен Ресей империясы қазақ жерінде жаулап алудың әрекеттерін жасады. Соған сәйкес Қытай да өз күшейіп келе жатты. Қытай да қазақ жеріне көз тікті. Осындай кезеңде мен сендерге айтайын, Қытайдың батыс жағында жаңа хандық құрылды. Ол хандықтың аты Жоңғар хандығы деп айтылады. Жоңғарлар өзі моңғол тектес халық, Торғауыт, Қошауыт, Оймауыт деген осындай 4 тайпадан тұрады. Сол 4 тайпадан тұрады. Сол қазақ хандығы менен Жоңғар хандығының жер көлемі алшақ болғанымен халқының саны шамалас болды. Әскери күш қуаты да шамалас болды. Енді Жоңғар мемлекеті құрылған кезде ол мемлекеттің өмір сүруінің ең негізгі тәсілі ол экономикалық емес кіріс көздеріне негізделді. Енді кішкене таңдап жасап кетейін. Экономикалық кіріс көзі дегеніміз не? Ол егін егесің, мал бағасың, сауда жасайсың, соның кірісі мемлекетті асырайды. Бұны экономикалық кіріс көздері деп айтамыз. Ал экономикалық емес кіріс көздеріне не жетеді? Оған жаулаушылық, тонаушылық, құлдық сауда, осылар экономикалық емес кіріс көздеріне жетеді. Жоңғар мемлекеті өмірге келгеннен бастап дәл осы әрекетпен өмір сүрді.
Қытайға жиі шабуыл жасайды, Қытайдан тонап алады, қазақ жеріне жиі шабуыл жасайды, қазақ жерін тонап алады. Енді бұл осы кезде көшпелілерде мынадай бір жағдай қалыптасқан. Соғыстың олжасы не? Ең басты олжасы. Көшпелілер үшін ол мал, 4 түлік мал. Ал сол 4 түлік малмен бірге соғыс олжасы ретінде ер азаматтарды құлдыққа, әйелдерді күңдікке алып кету. Мынау Абылай хан ауырып жатқан уақытында Бұхар еген бар, Бұхар жау бар, басына көңіл сұрап отырып айтқан емес ғой. Қалыңсыз қатын алып берген ханым ай деп айтады. Қалыңсыз қатын алып берген ханым ай. Бұл жерде қалың малын төлеп барып алу керек қой. Ал қалыңсыз қатын алып беру деген не ол? Ол жаңағы шабуылдың кезінде, жорықтың кезінде қолға түскен қыз келіншектерді әкеліп, сол үйсіз, күйсіз, үйлене алмай жүрген жастарға қосып берген. Бұл даланың заңы. Бұл енді көшпелілерде үнемі қолданылған жағдай. Бұл жағдай қазақ пен жоңғардың арасында жиі болып тұрған. Осы кезде жоңғарлардың қолданған өте бір қатал дәстүрі болды. Жаугершілікке қолға түскендердің барлығын алып айдап кетеді. Сонда арбаның күшегінен бойы асқан ер балалардың барлығын қылыштап тастаған. Арбаның күшегі деген осындай ғана ғой. Ол 5-6 жасар бала деген сөз. Ал 5-6 жасар бала жоңғардың ішіне барғаннан кейін ол жоңғар болып кетеді. Ал одан жоғары есі кіретін адам ол үнемі құлдыққа, наразылық, қашып кетуге, басқа қылуға әрекет жасайды. Жоңғарлар осыны қазаққа қолданған. Енді Назарбаевтың бір сөзі бар. Қазақ тарихында қазақ ұялатын еш нәрсе жоқ. Қазақтың бүкіл тарихы тұтастану тарихы деп айтады. Енді осы жерде бір деректерді айта кетсек болады. Тәуке хан жоңғарларды кезекті Тәуекел хан жоңғарларды кезекті қырғынға ұшыратқан кезде сол жоңғарлардың қазаққа жасаған қысастығын өздеріне жасаған. Тәуекел де жоңғардың ер балаларын арбаның күшегіне теңестірген. Бұл енді қазақ тарихындағы өте ауыр жағдай. Дегенменен сол кезең үшін бұл әділетсіз жағдай болды. Енді жоңғар хандығы қазақ жеріне, мынау Шығыс Қазақстан ертістің бойы менен екі жағын жайпап өтеді. Одан мынау Түркістан төңірегіне келеді. Мына жағында Сайрам, мына жағында Ташкент, ар жағында Жетісудың жері. Осы жерлерде құйындай жайпап өтіп жүрген жағдай болды. Енді қазақ пен жоңғар үнемі соғыс жағдайында болды. Бұл соғыс жағдайы 10 жыл емес, 50 жыл емес, 200 жылға созылды. 200 жылдай шамасында қазақ жоңғар соғысы. Біз енді Ұлы Отан соғысы деп кешегі 41-45 жылдардағы айтамыз ғой. Қазақ үшін Ұлы Отан соғысы сол қазақ жоңғар соғысы еді. Сол болды. Кешегі Ұлы Отан соғысында 100 мыңнан астам қазақстандық, 100 мыңнан астам қазақ опат болды дейміз. Ал бұлар кімді қорғап опат болды? Бұлар Совет өкіметін қорғап. Бүгін кеше ғана әкелерін, ағаларын үлкен террордың кезінде шырылдатып атып тастаған. Бұның алдында бүкіл халықты ақтана шұрындыға ұшыратқан Совет өкіметін қорғап қаза болды. Ал оның алдында жоңғарларға қарсы шайқаста қаза болған қазақ
жауынгерлері, олардың да саны осы 100 мыңның үстінде. Бұл тікелей әскери шығындар, яғни шайқас даласында болған шығындар. Міне, енді саясатта мәңгі дос жоқ. Бұны барлық саясаткерлер мойындайды, айтады. Саясатта тек мүдделестер бар деп айтады. Міне біз Ресейменен доспыз, қарым-қатынасымыз жақсы, тағы дегенменен Ресейдің қазаққа деген көзқарасы, мүддесі әр кезде әр қандай болған. Міне, бірінші Петрдің заманынан бастап Ресей мұны Сібір жерін игеруді қолға алды. Сібір, мына жаңағы Камчаткаға дейінгі орасан зор аймақ. Ал осы аймаққа кім барады игеруге? Кім барады? Ол жаққа каторжниктер, яғни бұзақылық жасаған, қылмыс жасаған бұзақыларды сол жаққа жер аударады. Олар кілең ер азаматтар. Міне, соларды үйлендіріп, жайландыру үшін Ресейден арнайы заң шыққан, құл саудасына рұқсат берген. Міне, осылайша қазақ жерінің үнемі жаулаушылық арқасында, басқа арқасында, тіпті ел-елді аралап жүр, қазақтың жас қыздарын, жас жігіттерін жұмысқа жарамды. Соларды құлдыққа сатып алып, Сібірге жер аударып отырған. Міне, бұл орыстың саясаты. Біз бұны қазір айтамыз. Орыстар өз тарихында бұны жазбайды. Ешқандай да жазбайды орыстар. Ал орыс империясының осы кездегі 200-лік саясатына тағы мысал келтіріп кетсек болады. Мына жоңғарлар менен Қытайдың арасындағы сол үлкен қақтығыстардың кезінде Ресейдің императрицасы Екатерина II деген болған. Сол Екатерина II Қытай императорымен келісті, сөйлеп Қытайдың шекарасындағы жоңғарларды Еділ бойына көшіріп алуға әрекет жасады. Еділ бойына көшіруге әрекет жасады. Соның нәтижесінде Қазақстанда коридор жасалынды. Яғни сол жоңғарлар Еділдің бойына дейін ешқандай шабуылсыз, басқасыз сол жаққа көшіп барады. Қазақтар оларға жол берді. Осы жолмен көшесін. Міне, сөйтіп, мынау қазір Астраханның төңірегі, ар жағындағы бұрынғы Ноғай ордасының жері, сол жерге барып қалмақ, мыналар жоңғар болса, олар қалмақ деген атпенен өз алдына бір үлкен мемлекеттік құрылым жасақтады. Міне, сол қалмақтардың күшіменен ноғайларды ығыстырды, башқұрттарды ығыстырды. Енді Ресей сол жоңғар қалмақтарды біздің Батыс Қазақстанның жеріне пайдаланды. Батыс Қазақстанның жерінде қазақ ұлы тайпаларын бағындыруға, оларға үнем шабуыл жасауға, айдап салып басқа қылып отырды. Сөйтіп бұл қалмақтарға жаңағы қазіргі заманғы соғыс қаруларын, мылтық, зеңбірек, сатты, оны пайдалануды үйретті, тағы. Ал дәл осындай жағдайды мына жақтағы жоңғарларға да жасады. Қазақтың қолында сойыл, қылыш, садақ. Қарап көріңдер, 17-18 ғасырларда. Ал жоңғарларды отты қаруменен қаруландырды. Міне осылайша қазақ жерін Ресей империясы қалмақтардың күшіменен батыста, шығыста жоңғарлардың күшіменен әлсіретуді көздеді. Міне осылайша қазақ жері мүлдем орталық биліктен айырылып қалған жағдайы бар. Соның ең шырқау шыңы 1723 жыл. Аққаран шұрынды Алқакөл сұлама. Мен Хангелді Есенқара қызы деген ақын апам бар. Танисыңдар ма, танымайсыңдар ма? Хангелді танымайсыңдар ма? Ханбибі апаны?
Нұрикамалды білесіңдер ма? Әнді сол әннің сөзін жазған. Әннің жаңағы музыканы жазған Тұрлықұлыш деген күйеуі. Білесіңдер ғой? Сендерге осындай айтпаса бар ғой. Сол апам айтады. Ой, мен бір жаңалық таптым дейді. Алқакөл сұрама деген сөздің мәнісін таптым. Қайда таптыңыз десем, алқакөл деген гүл болады екен, алқакөл дейді. Алқакөл деген гүл болады екен, гүлді жеген түйе іші кеуіп өле береді екен. Орыстар оның қасиетін біліп, алқакөлден алкоголь жасап қойыпты дейді. Енді ақындарда кейде бала қиялға беріліп кетеді, баланың деңгейіне түсіп кетеді. Ол гүл, алкоголь, алқакөл, ол бір-біріменен қатысы жоқ дүние. Міне осы ақтаған шұбырынды алкоголь сулама дегеннің өзі мынау кезінде айтылып елдің арасында қалып қойды. Шындығында ол ақтаған шұбырынды. Ақтабан емес, ақтаған. Ақтау дегенді білесіңдер ме, білмейсіңдер ме? Ақтау дегенді білсеңдер, баяғы біз бала күнімізде көретініміз диваналар жүреді. Диваналар ақтап жүреді. Ақтап жүр. Не істеп жүр дегенде ақтап жүр деп айтады әке-шешеміз. Ақтау деген қайыр сұрау. Күн көру үшін қайыр сұрау тағыста. Міне, бұл ақтабан шұбырынды деген осы. Ақтабан шұбырынды деген, ақтаған шұбырынды деген осы. Міне осы ақтабан шұбырындының кезінде Сарыарқадағы қалың қазақ ығысып көшті. Сөйтіп, қазіргі Бұқараның төңірегінде сол кезде қазақ диаспорасы көп қалыптасқан. Солардың барлығы сол ақтабан шұбырындының кезінде барған. Міне осындай кезде мынау біздің хандар ойласты. Ай, біз бүйтіп қашанғы өмір сүреміз? Бізге де жоңғарға тойтарыс беретін сәт келді. Міне осылайша мынау Ордабасы деген жер. Ордабасын білесіңдер, ә? Ордабасы ауданы. Ордабасы ауданын білесіңдер ғой? Шүметтен емессіңдер, Түркістан емессіңдер. Ордабасы деген аудан бар. Бадам станциясының арғай өтсеңдер, Ордабасы. Сол Ордабасы бір төбе. Сол төбенің басында қазақтың игі жақсылары, әйгілі үш биі сол жерде жиналып, мәміле жасап, ай, біз жоңғарға шабуыл жасайық, тойтарыс берейік. Міне, осылайша мынау Тәуке хан сол кезде сауын айтты, ал ұлы жүзден, кіші жүзден, орта жүзден барлығы жиналды. Түркістан ол кезде қазақ хандығының астанасы, Түркістан орта жүздің ставкасы болды. Мына жерде Сауран кіші жүздің ставкасы болды. Әбілқайыр бүкіл қосынымен келіп, сол Сауранға орналасты. Ал мына жақта ұлы жүз түгелменен келіп, мына жерде Ихан деген жер бар. Иханға орналасты. Міне осылайша жоңғарларға қарсы жойқын шабуыл басталды. Міне сол шабуылдың нәтижесінде қазақтың жүздері 300-ден қосылған әскер жоңғарларды ыстырып, Тарбағатайға дейін асырып тастады. Міне сол кезде Қанжығалы Бөгенбай бас қолбасшы болады. Одан кейін Қаракерей Қабанбай қолбасшы болады. Сөйтіп Қаракерей Қабанбайға, міне сен сол шығыс жағымыздан жауды тойтарып тұрасың деп оған үлкен өкілеттілік беріп, солай қарай жіберді. Міне қазіргі Балқаштың сырты, Өскемен, Семей, осы жақтың барлығын иемденіп алып қалады. Міне осы жерде Қытайдың қазіргі саясаткерлеріне өзі мектептің оқулықтарында оқытқанда
қазақ жерінде олар